Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жарымшұрта мектебі 10-шы А сынып оқушысы Таңат Аян. Абай Құнанбаев Ескендір поэмасынан үзінді. Қақпаны лақтырды бір орамал, сыйым осы падиша мынаны ал. Ішінде бір нәрсе бар ақыл берер, апардағы өл, көзіңді сал. Орамалды қуанып қолын алды, сый алдым деп, халқына қайта салды. Қараса ішімдегі бір қос сүйек, бұл неткен мазағы деп, аңқтан қалды. Ашуланып, сыйына болды кетті. Ең болмаса білмеді сый бермекті. Осы менің теңім бе? Деп ақырып, лақтырып жіберді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алады сол. Хан айтты, қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Тарасына әкелді сүйекті сал, бір жағына алтын сабын жеп қара. Бұл сөзге Ескендірге қарай қалды. Тарасына құрдырып орта қалды. Қанша алтынды күміспен салса дағы, бір кішкентай сүйекті аудармады. Мұны көрген Ескендір анықтан қалды. Бар қарын алтынға қоса салды. Енді қайтер екен деп қарар еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін жекті. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойлан, тапшы деді. Хакім жерден топырақ алып барды. Бір уыстап сүйекті шаша салды. Ана басы солқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп астырады. Хакімді аулақ жерге шақырады. Таңқаларлық іс болды мұның өзі, мәнісін айтып берші деп сұрайды. Бұл адам көз сүйек деді ханға. Тояма адам көзі мұңмен саңға. Жемік көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тоя көзіне құм құйғанда. Кәпір көздің дүниеге арады екен, алған сайын дүниеге тоян екен. Қанша тірі жүрсе де өлген күні, өзге көзбен бірдей болады екен. Ашуланба, ей, патшам, айтайын да, алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадым, бергені бір қу сүйек. Мұны көріп, алыңыз сіздерге. Ойлап, патшаның мойны түсті. Құдайым көрсетті деп бұл бір істі. Бекерлік екен менің болсын деп, қолын алып, жұртына қайта көшті.